Бос жатқан жайылымдық жерлерді тезірек қайтарып алып, оны ауыл тұрғындарына беруді тапсырған болатын. Қазір халық үшін айрықша маңызды жұмыс жүргізіліп жатыр. Бірақ бұл жерде де ауыл шаруашылығы министрлігі мен әкімдіктер көз бояушылыққа жол берген. Министрлік жайылымдық жердің тапшылығы 6,8 миллион гектарға немесе 32%-ға азайды деп мәлімет беріп отыр. Бұл шаруа қожалықтармен меморандумға қол қоюдың және елді мекендердің аумағын кеңейтудің арқасында мүмкін болды. Алайда бас прокуратураның тексерісі көрсеткендей, бірқатар өңірде жайылымдық жердің тапшылығы әлі де азаймаған. Ақмола, Атырау және Қостанай облыстарында ауыл тұрғындарына малын фермерлердің жеріне жаюға рұқсат беріледі деген жалған меморандум жасалған. Шын мәнінде жайылымдық жердің тапшылығы қағаз бетінде ғана азайған. Бұдан бөлек аймақтар халықтың жайылымға деген сұранысын төмендетіп көрсете бастаған. Үкімет неге бұған көз жұма қарап отыр? Мұндай әрекеттер ауыл халқының наразылығын өршітпесе кемітпейді. Үкіметке жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп осы мәселені түбегейлі шешуді тапсырамын.